Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Айдархан Азамат. КБТУ университетінде ШИТИ факультетінде ақпараттық технологиялар ИСТА оқимын. Сақ тайпаларының саяси тарихы. Сақ тайпаларының саяси тарихы көшпелі өмір мен көршілес мемлекеттермен қақтығысқа, соғысқа тығыз байланысты болды. Олар көбінесе Орта Азияның кең аумағында өмір сүрген. Көбінесе дегенде қазақ жерінде, оның ішінде қазақ жерінде өмір сүрген. Сақтар архимедиттер мен грек әскерлеріне қарсы тұрған батыл халық болып табылады. Олардың ең есте қалар оқиғасы Сақ патшайымы Томиристің екінші керді талқандауы. Сақтар өз еркіндігін сақтап қалу үшін ірі соғыстарға қатысқан. Олар саяси, тарихи, сыртқы жауларға қарсы күрес және ішкі бірлікті нығайтуға бағытталған. Сақтардың пайда болу туралы аңыздар. Ежелгі сақтардың шығу тегі мен тарихын түсіндіруге бағытталған аңыздар мен мифтерге негізделген. Бұл аңыздар сақтардың ежелгі замандағы орны мен маңызын сипаттайды. Ең танымал аңыздарының бірі Томиристің Сақ патшайымы Томиристің керді талқандауы. Томирис керге қарсы соғыс ашады, ал кер оған қарсы айла ойлап табады. Ол айла баласына ішімдік беріп, оны тұтқынға алады. Бұл қайғылы жағдайдан кейін Томирис батылдық жинап, керге қарсы соғыс ашып, оны жеңеді. Осы оқиға сақтардың арасында сақтардан қалған ең ауқымды, ең танымал оқиға болып табылады. Аңыз бойынша сондай-ақ кейбір аңыздарда сақтардың шығу тегі туралы мәліметтер бар. Олардың ішінде сақтардың тегі көктен, батырлардан, құдіретті күштерден пайда болған деген мифологиялық сенімдер бар. Аңыздарда сақтардың табиғатпен тығыз байланыста болғаны және көшпелі өмірді ұстанғаны бейнеленген. Бұл аңыздар сақтардың рухани және мәдени құндылықтары мен соғыс өнері мен еркіндікке деген құштарлығын білдіреді. Сақ тайпасының құрылысы мен шаруашылығы. Қоғамдық құрылысы. Сақтардың қоғамдық құрылысы өзіне тән ерекшеліктерге ие болған. Олар үш топқа бөлінген. Біріншісі жауынгерлер. Жауынгерлер олар басты ең бірінші деңгейде болған. Себебі сақтар жауынгерлер арқылы елдерге шабуыл жасап, солай сейтмалған. Ал ол жауынгерлердің арасына хандар, ханзадалар, патшалар, әскербасылар және қарапайым әскерлер де кірген. Екіншісі абыздар, діни қызметкерлер мен ақсүйектер тобы. Олар көбінесе діни рәсімдер мен салт жорандарды ұйымдастырып отырған. Екіншілер мен малшылар, шаруашылық жұмыстарымен айналысатын халықтардың көп бөлігі. Олар мал шаруашылығымен және жартылай егіншілікпен айналысқан. Сақтардың патшалар мен көсемдер қоғамды басқарған. Олардың билігі мұрагерлікпен берілген немесе бір тамаша оқиғасы болса, сол адамға билік берілген болып табылады. Шаруашылығы. Сақ тайпаларының көбінесе мал шаруашылығымен айналысқан. Себебі олар көшпелі болған. Олар көбінесе малдардың арасынан қой, сиыр, жылқы үшеуін жақсырақ баққан. Себебі сиырдан азық түлік, яғни ет пен сүт алатын болған. Ал қойдың терісінен өздеріне киім жасап, киетін болған. Және жылқыны көлік ретінде пайдаланған.
Сонымен қатар сақтар егіншілікпен де айналысқан. Олар көшпелі болған соң егіншілікпен көп айналыса алмады. Сауда. Сақтар тек мал шаруашылығымен ғана шектелмей, көрші халықтармен де байланысты сауда жасады. Ұлы жібек жолының сауда жолдары арқылы олар көршілес мемлекеттерге қару-жарақтар, металл өңдеу бұйымдары және зергерлік бұйымдар сатқан. Сақтардың әлеуметтік және шаруашылық құрылымы олардың көшпелі мәдениеті мен табиғи ортаға бейімделген өмір салтын айқындайды. Олардың қоғамы күрделі құрылымға ие болғанымен, олар өздерінің жауынгерлік рухы мен шаруашылық дәстүрлерімен танымал болды. Сақ тайпаларының мәдениеті, аң стилі. Сақ тайпаларының мәдениетінде ерекше аң стилі деген болған. Ол аң стилінде аң бейнеленген, және бұл өнер түрін сақтар күнделікті тұрмыстық жағдайларға, қару-жарақтарға және әшекейлерге белгілеген. Аң стилі сақтардың рухани дүниетанымы мен табиғатқа деген қатынасын білдіреді. Олар аңдарды батырлықтың, батылдықтың және еркіндіктің символы ретінде білген. Сақтардың алтыннан, қолаудан, күмістен жасалған әшекей бұйымдары мен сәнді заттары сақтардың қандай мәдениетті және өнерге жақсы болғанын көрсетеді.